Қостанай облысында жоғалған 5 жасар қыздың денесі табылды. Қостанай облысында 3 тәулік бойы іздеуде болған 5 жасар Мәдинаның денесі табылды. Ол жасанды су қоймасынан табылған. Қостанай облысы полиция департаментінің мәліметінше, 5 жасар Мәдина Ерлан қызы суға батып кеткен. Ведомствоның хабарлауынша, баланың денесі жасанды су қоймасынан дронның көмегімен табылған. Қыздың денесін полицей Самат Ешанов пен ерікті Дамир Бектұрған тапқан. Қазіргі таңда тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Іздеу жұмыстарына еріктілер, жанашыр азаматтар, сондай-ақ ұлттық ұлан, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті әскери қызметшілері, кинологтар, полицейлер, төтенше жағдай департаменті және басқа да құқық қорғау және арнайы органдардың қызметкерлері атсалысты. Еске салсақ, Қостанай облысының Жамбыл ауылында 7 тамыз күні таңертең 5 жасар қыз жоғалып кетті. Баланы 18 пен 13 жастағы екі үлкен әпкесі қарап қалған. Олар таңертең ұйқысынан оянған кезде кіші қыз үйде жоқ екенін байқаған. Полиция қызметкерлері бала жоғалған күннің хронологиясын жасады. Кинология қызмет орталығының қызметкері Қайрат Бейсенбиннің айтуынша, бала үйінен таңертең 7-ге қарай шыққан. Екінші қабаттағы ас үйдің терезесінен шығып, газ құбыры арқылы тұрғын үйдің кіреберіс есігіндегі күн қағарға түскен. Кейін күн қағардан ағашқа өрмелеген. Сол уақытта ауладағы шуға елеңдеп, сыртқа шыққан көрші адамдар балаға ағаштан түсуге көмектескен. Ер адам оны пәтерге алып барған. Есікті қағып тұрған кезде қыз бала көшеге жүгіріп шығып кеткен. Сағат 8:04-те бала бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Сондай-ақ балдырғанда ауыл тұрғыны көрген. Кейін сәби Қостанай Веденка трассасы бағытына бет алған. Сағат 8:06-та тағы да бір адам оны орталық көшеден көрген. Сағат 8-ден 24 кеткенде баланы ауылға қарай келе жатқан тракторшы байқаған. Сағат 8:30-да оны сондай-ақ ауылға бет алған велосипедші көрген. Іздестіру жұмыстары көрші Алтындала кентінде де жүргізілді. Бұл кент жоғалған қыз тұратын ауылдан 9 км жерде орналасқан. Полицейлерге бала соңғы рет жүгер алқабында болған туралы мәлімет түскен болатын. Алқапты полицейлер қоршауға алды. Іздестіру жұмысына дрон мен тікұшақ пайдаланылды.